Құрметті достар, мен сендерге айта беретін бір жақсы нәрсем бар. Ол Ищу Героя Ойынында тамақты қалай тез жинап алуды мен сендерге үйретемін. Тек қана сол нәрсені үйретемін. Сондықтан үйреніп алғаннан кейін сол әдіспен таба аласыңдар. Сол әдіспен тез көтеріле аласыңдар. Міне, мен сендерге көрсетейін. Мертвое мореде бітпеген жерлер бар. Өзімнің сауытымды көрсетейін мінекей. Мынау 557 миллион жан, 60 миллион қарудың күші. Мынау бас киім 418 миллион. Өздерің көріп отқандай барлығын паузаға қойып, қарап өздерің тамсанарсыңдар. Мүмкін жеңгенде шығарсыңдар осыларды. Мен білмеймін, қалай не қылғанын, қалай мына тамақты тез жинап алатынын мен сендерге үйретемін. Сол нәрсені үйретемін, содан кейін өздерің артынан өздеріңе оңай болады көтерілулеріңе. Міне 0 болып қалды ғой. 0 болып қалғаннан кейін тағы да 50 керек. Бізде міне сет жоқ, әдейі мен палетқа қойып қойдым. Соны көрсетіп жіберейін. Содан кейін өздерің қалай не алғанын өздерің білесіңдер ғой. Қалай істегенімді көргеннен кейін өздерің артынан алып кетесіңдер ғой. Сондықтан міне настройкаға кіресіңдер. Настройкаға кіргеннен кейін дата время. Дата времяны ауыстыра бересіңдер тек қана бір күнге. Сосын тағы мынаған кіресіңдер. Ищу Герояға. Болды. Сонда міне 50-де 50 тамақ бар бізде. Сосын қайта тағы алуға болады. Сөйтіп ауыстыра берсеңдер болады. Сосын қайта толықтырылған келсе, тағы да күнді ауыстырып толықтыра бересіңдер. Менің айтарым бітті. Осымен менің каналыма жазылып кетіңдер. Басқа да сұрақтарым болса, комментарий қалдырып, жазып, өздеріңнің не ойлаған ойларыңды жазып қалдырып кетсеңдер болады. Менің аты жөнім Серік болсын. Басқа да видео түсіруге кеңес берсеңдер, қандай сұрақтарың болса, сол сұрақтарға видео түсіріп, өз каналыма жүктеп, сендерге көрсетуді ұмытпаймын. Сау саламатта болыңдар.